орысша ойлап қазақша жазатындар бар. Оны қайдан білеміз? Орыстың сөзін тікелей қазақ тіліне аударғандарынан білеміз. Мысалы, Зәуре Төреханова Әмина Тұранның «Көшпенділер еліне саяхаты» деп балаларға арналған фэнтези романы, иә? Енді осы жерде Әминаны мінездейтін бір жер бар. Айтады, Әмина нандай алғыр, зерек, оңтал, шешімтал қыз еді дейді. Шешімтал бір орыстың решительный деген сөзін алып отырғаны айдан анық. Решение шешім, решительный шешімтал, демек Әмина шешімтал қыз ғой деп жаза салайын деген. Жоқ, жаза салайын емес, қазақша ойлау керек жазған кезде де. Онан кейін тағы бір үлкен 70-тен асқан бір жазушы ағамыздың руда тиеген КамАЗ жол бойында кетіп барады дейді. Руда деген сөздің қазақшасы бар, ол кен. Кен тиеген, кеннің қай түрін тиеген? Кен тиеген КамАЗ ауыр жүк көлігі десін. Сондықтан кенді руда дейді, КамАЗ ауыр жүк көлігі. Біз неге бір ыдыс-аяқтың, техниканың бір брендтерін жазу керек, біз маркалерін? Жоқ, әдебиет ол әдеби тілмен жазылады. Сондықтан орысша ойлап қазақша жазбайық, құрметті қаламгерлер. Қазақша ойлап қазақша жазайық. Сонда қазақ оқырманның жүрегіне жететін, көңілінің төрінен орын алатын шынайы мөлдір туындылар дүниеге келері хақ.